Мына сотрудниктар келіп тұр. Мында бүгін нешесі бізде? Бүгін 14-і. 14-і, да? Августың 14-і. Мына мына жерде мен былтырдан бері міне разметканы сыздыртып жүрмін. Өздері келеді де какой-то бір кисточкамен келеді де сызып кетеді де. И былай адамдарды специально міне келеді де штрафқа тыға береді. Менде разрешение бар. Менде полностью. Мені былтыр мен жаздым заявление. Да, то, что мына проезд всю жизнь ашық болды. Всю жизнь ашық болды ол. Просто мына асфальт туседі 2025 августе бітіргенде, алтта по ошибке сплошной сызып кетті. Міне. Сосын мен бардым да арыздандым. Олар маған разрешение берді, я аштылды деді. Бірақ та келді қара краскамен простой эмальмен сызып кетті, болды. По идее олай жол жұмысы жүргізілмейді олай. Вообще істелінбейді. Енді мыналар келіп, полициялар мында штрафовать етіп жатыр бәрін, алдында еще штрафовать етті. Бір кісіні вообще лишать етіп правасын. Ни за что. Судья айтты, давай принеси документы, если у тебя разрешение есть деді. Мен алып келдім қаратта, ну и что, надо сплошной же чертить. Мыналарға мен технадзорға Нұрсұлтан деген кісіге 10 рет бардым, сыздырт деп. Я, бір рет, и то, соңғы рет маған айтты да, бар неге деді, жол несіне өзің барып не істе деді. Міне. Солай айтты. Нұрсұлтан айтты, бар жолға, мен жолға бардым, бастығына шейін бардым. Есіміз кім? Айбол есім мен. Мен сізге түсіндірейін ме енді? Түсіндір ал. Түсіндір. Қараңыз, мына жерге технадзор уже бермеген, сізге 2025 жылы жауап берген ғой. Бұл осы жыл 2026 жыл, дұрыс па? Бүгін 14-і міне қараңыз. Дұрыс емес. Осы жермен келіспеймін. Потому что мен именно осы жылы чегімді мында лишать етті осы 1-2 ай бұрын, 2 ай бұрын. Мен неге барғанда технадзорға қайтып, менде неге ана жерді лишать етесің, ол документін көрсетші деді. Мен документ көрсеттім, міне саған разрешение берді ғой, ашық тұр ғой. Но біздер сызып кету керекпіз деді. Түсіндің ба? Олар айтты. Мен айттым, до этого же было же изменение, сызды ғой, просто краска не той краской покрасили дедім. Ну, брат, өзің барда онда жолға біз саған разрешение бердік, осымен біздің жұмысымыз бітті деді технадзор. Енді барда сен жолға бар деді. Мен жолға бардым, олар қайтып кетті, некачественный краскамен сызып кетті. Қайтып кетіп қалды. Енді мен сізге айтып тұрмын ғой, ол бойынша арнайы мамандырған сот бар ғой, сонда барып арыздандыңыз. Жоқ, сен данный момент айтып тұрсың былай. Біз саған берген жоқпыз разрешение дейді. Нұрсұлтан айтты, что сенде міне разрешение тұр деді, дұрыс па? Сөйлестірдім ба, сізге айтқан адам, мен сөйлестірдім ғой. Иә, а мен оған барғанда ол маған неге олай айтты? Ол маған айтты ғой, міне күні кеше сот болды, даже мен оны көтере алам материалды, қашан болған сот. 2 ай бұрын болды, да? 2 ай бұрын, 2026 ма, жыл? 2026 жыл. Иә, дұрыс қой. Енді Нұрсұлтан онда маған айту керек қой, брат, былтырғы ғой сенде. Сенде разрешение никакой силы не имеет деп. Дұрыс па? Жоқ, енді сендер неге екі сөйлейсіңдер? Мен сізге қашан сөйледім, мен қазір кеттім. Сен сөйлестірдің, я. Мен олмен сөйлестім, да, когда пошел к нему. Ол айту керек еді ғой, брат, сенікі 2025, сотта сен по-любому қалай болса да не істейсің деп. Все. А ол маған айтты, сен барда, жолдың несіне барда, сызғыртып ал. Бізде уақыт жоқ, біз бара алмаймыз деді. Енді сізге айтқан адаммен ойынша үстінен арызданып беріңіз. Инспекция ғой. Мен неше рет арыздандым оның үстінен. Всегда сендердікі лақтырып тастайды. Қалай сендердікі лақтырып тастайды? Вот сендердің нелерің постоянно не істейді. Жоқ, брат, оның несінде, служебінің несінде ешқандай біздер подвох таба алмадық, и все. Сіз айтып тұрған жоқсыз, барып сөйлестім, сізге осындай кісі айтты деп тұрсыз. Иә, Нұрсұлтан, мана сен, міне сөйлестірдің ғой? Иә, именно сол маған айтты. Енді сол бойынша соның үстіне арыздаспай беріңіз. Жаздым мен, 2 рет жаздым, почему ол сызбайды деп. Айтты ма сізге, шара қолданды деп айтты ма? Шара қолданғанда ол маған айтады, біздің обязанностьтан болды, саған бердік разрешение, аштық, болды, документально сенде болды. Енді сен барда өзің жұмыс жолдікі деді. Жол дорожный неге бар да, солармен өздерің разбирайсы деді. Ал енді кімдікі деді? Қағаз бар ғой менде. Қай қағаз? Бана көрсеткен қағаз? Иә, бана қағаз. Соны мен Нұрсұлтанға көрсеттім. Ол айтты, иә, маған. Сізге 2025 жылдың июнь айында ма? Сонда жауап берген. Қазір 2026 жылдан август айы. Енді мен осы күні кеше 2026-та бардым Нұрсұлтанға. Сол қағазды көрсеттім. Ол айтты, я, міне сенде разрешение бар ғой, брат дейді. Енді ответ берді ма сізге сол бойынша арызданған бойынша сізге? Не арызданған бойынша? Енді 2026 жылы арыздандым қайттан деп тұрсыз ғой, ойдан. Арызданған жоқпын, мен оған айттым, неге ана жер ашық қой, мен былтыр аштырттым ғой. Ол қаратта, я, былтыр сен міне разрешение берді ғой, біздің жұмысымыз бітті деді. Болды. Сізге қатысы басқарған жүргізуші куәлігіңіз бар, не бар ғой? Автокөлігіңіз. Toyota Alphard автокөлігіне қазір әкімшілік хаттама жасақтаймыз. Арнайы мамандырған сотқа барасыз. Бармаймын мен ешқайда, неге? Оңай жүзінде болады.
неге онлайн қатысасыз, онлайн қатысасыз, сол жерде мана құжаттарыңыздың бәрін хатшыға жібересіз, таныстырасыз, сосын барып айтасыз, не себепті бұрылдыңыз, сізге кім разрешение берді. мен айтпаймын ештеңеде, мен уже айттым. До этого сот болды, мен айттым. Мен сізге әкімшілік хаттама жасап беремін мына жерде. Я? Не үшін? 596 Без обоснований сен толтыра алмайсың. Обоснуйте, потому что Нұрсұлтан айтты, что маған ашық тұр деді. Манаға, технадзордағы, который разрешение беретін деді. Ол маған мынаны ашты да, Еговты көрсет деді. Мен көрсеттім, брат, біздің жұмысымыз бітті, міне саған разрешение бердік қой, бізден не требуешь деді. Что ты от нас требуешь деді. Осылай келе жатты. Биыл бардым деймін мен, биыл. Көрсеттім ғой міне мен, биыл бардым. Жоқ, қара, тыңдашы сен, қайтып түсінбей тұрсың, или түсінгің келмей тұр. Енді түсінгің келмей тұр. Сіз 2025 жылы бардыңыз, дұрыс па? Жоқ. Жоқ, енді тыңдайды, мен түсінгенімді айтайын. Ең бірінші. Сіз бардыңыз, иә. Сізге барғаннан кейін сізге ответ берді, дұрыс па, қағазға? берді. Өтуге рұқсат берді да? Егов бойынша да? Берді. Енді сіз 2026 жылы қайттан бардыңыз, бірақ сізге барғанда міне қолында документ бар ғой сізде деп айтты ма? Осы бойынша жүре бер деп айтты ма? Жүре бер деді, Ол айтты. Енді деді, қара, міне документ сенде разрешение берілді ғой былтыр. Все, ол жер ашық, но сен видишь же дейді да, что там кетіп қалды полосасы деді да. Барда, енді біздің жұмыс на этом бітті деді технадзордың. Енді сен барда, өзің жол несімен айналыс деді. Мен жолдың несіне бәріне бардым. Сразу. Олар маған айтты, я сызып кетеміз. Келіпте сызып кетті. Қайтып некачественный. Я кесті. Қара немен кесті. Жүр көрсетейін, жүр көрсетейін. Жүр анда қазір қалып қойған қара несін көр. Жүр көрсетейін, Жүр. Қазір қара пятно тұрса, вот көресің. Жүр. Кесті. Ол Нұрсұлтан айтқанмен кесті. Жүр ал, вот. Сен есімің кім? Есім Мейрамбек. Мейрамбек? Все, хорошо. Давай. Міне, доказательство. Міне, пятносы. Мынадан кейін, мына ақтан кейін, міне сызып кетті. Міне. Мына жерде міне қара пятно. Осы жерге кейін, міне пятнолар, міне. Көрдіңіз ба, некачественный краскамен, міне. Бір пятно, екі пятно. Көрдіңіз ба? Міне, сызды, ашты. Көрдің ба, мынаны ашты. А мынау енді некачественный краска болғасын, кете береді ол постоянно. Көрдің ба? Міне қазір. Міне. Айтамын. Енді? Видео реттедіңіз ба? Түсірдіңіз ба? Енді бұл менің қатем ба? Или вообще жоқ, қара. Енді сізге айттым ғой, мына жерде технадзормен ақылдастық. Технадзор мына жерде сызбаған, мана разъяснение ашпаған. Олар біздер сызбаймыз деді. Тағы да қайталаймын, Нұрсұлтан бізге сызбаймыз деді. Ол айтты, жолдың несіне барасың деді, который жолмен айналысатындар. Біздерде разрешение бердік деді, болды деді. Біздің жұмысымыз бітті деді. 2026 жылдан сізде қағаз жоқ, собой өзіңізбен бірге. Дұрыс па? Еговтан көрсете алмай тұрсыз. Еговтан көрсетіп тұрмын ғой, 25-тікін. Жолдағанды көрсетіп тұрсыз тек. Жоқ, мен жолдағанда мен айттым, сызындар шай іштедім қайтып. Мен разрешение сұраған жоқпын уже. Ол потому что ол айтты, неге жолдың несіне бар деді. Олар уже сызатын деді. А разрешение сенде бар деді. 25-те бердік қой, сен бізден не керек деді? Айбол, Қазір әкімшілік хаттама жасақтаймыз. Жоқ, толтырмайсың сен, неге толтырасың? Потому что мұнда мен қателігім жоқ. Мен сізге толтырып берем, ол бойынша әкімшілік арнайы толтырмайсың сен. Келіспеу үшіңіз бойынша толтырып беремін. Неге? Сол? Не үшін? Не үшін айтып тұрған жоқпын сізге? Жоқ, не үшін? 596 баптың 3-ші бөлімі. Жоқ, сен айтқың келіп тұрма, сол маған разрешение берген жоқ деп. Мен сізге айтып тұрмын ғой, қазір жбо навигатор бар ғой, біздің жоғарыңызда камера тұр міне. Сол бойынша анықтап. Мен сізге түсіндіріп отырмын. Мен сізге түсіндіріп отырмын. Жоғарыда жбо навигатор камерасы тұр. Сол бойынша қазір сізде анықталып тұр ғой. Жалғыз емес, оның жерде төрт автокөлікте бар мына жерде. Бәрін түсіріп алыңыз. Қай жерде кім адам бар, бәрін түсіріп алыңыз. Төрт автокөлікте бар. Сол бойынша қазір сізге қатысты 596 баптың 3-ші бөліммен әкімшілік хаттама жасақтаймыз. Үздіксіз екі жолақты кесіп солға бұрылыс жасаған. Жоқ, анда тұр ғой, қара. Енді сол бойынша ертең мен сізге айттым, просто жасақтап береміз. Ертең арнайы мамандарға сотқа жолдаймыз. Біз сіздің правоңызды. Сонда бір сұрақ қояйыншы. Сонда хоть даже анда черный полоса көрініп тұрса да не толтыра бересіңдер ма? Мен сізге түсіндіріп жатырмын ғой, тыңдаңызшы енді. Хоть даже документ болса менде. Въезд разрешен деп тұр. Айбол, мен сізге түсіндіріп жатырмын, қараңыз. Мен сізге түсіндіріп жатырмын. Арнайы мамандырылған сот дейтін бар ғой бізде.
сіздің бана жоқ, бәрін енді сотқа, менде, например, уақыт жоқ, ол сотпен не істейтін, сөйлесетін. Мен саған по факту айтып тұрмын, по факту бар қарап нелер, прерывсы, по факту. Почему сен қарамайсың? Енді заң жүзінде по факту істелінеді ғой бәрі. Заң жүзінде істейді, мен или заң жүзінде по факту ештеңе қаралмай ма? Не себепті? Ну вот мен саған по факту көрсетіп тұрмын, данный момент қазір. Міне осы жерде тұрған жерде мен саған по факту көрсетіп тұрмын. Заң жүзінде айтып тұр. Ол жерде технадзор ешқандай разрешение ешкімге өтуге, мына тұрғын үйлердің нелеріне, тұрғын үйлердің өтуіне ешкімге разрешение бермеген. Неге берген жоқ? Менде не онда ЕГОВта разрешен въезд. 2025 жылға ответ берген, дұрыс па? Берілді. 26 жылы сіз барғанда сізге айтты ма? Оны ешкім айтқан жоқ маған. Ол Нұрсұлтан маған 26-та барғанда, как раз сот боларда ана инчектің несінде да, инчектің несі соты болғанда. Сонда айтты Нұрсұлтан, біз саған разрешение былтыр берілдік, все уже, брат, біздің шаруамыз бітті. Сен барда жолмен не істе деді. Олар енді сызатын деді. Дұрыс па? 2026-та айтты. И менің мына ЕГОВымды ашты да, мен даже білген жоқпын, что ЕГОВқа обращение келетін анандай. Ол айтты, ответ ЕГОВқа келеді ғой деді. Міне тұр ғой, брат, саған берілді ғой дейді разрешение. Сен бізде не керек деді. Осылай айтты. Басқа не керек деді саған? Енді қараңыз, бұны сізге қазір әкімшілік хаттама жасақталып жатыр. 596 баптың 3-ші бөлігінде 14.08.2026 жылы сағат 09:50 шамасында Атырау қаласы Азаттық көшесі Ярмарка супермаркет тұсында Маркс Toyota Альфард мемлекеттік билігіңіз 495 ADW06 автокөлігін басқару кезінде үздіксіз ақшолақты кесіп солға бұрылыс жасады. Ақшолақ кескен жоқпын мен кескен жоқпын, анда тұр, мен саған по факту көрсеттім. Енді мен сізге түсіндіріп жатырмын. Ол сіздің мен сізге түсіндіріп жатқан айтып жатқаным әкімшілік хаттама жасақталады. Бұл арнайы Атырау облысы, Атырау қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған сотқа жолданып жатыр. Әбілқайыр хан даңғылы 55 А-да орналасқанға. Енден сізге қатысты сот болған жағдайда сіздің қолыңызда банағы мәліметтер бар, сізге берген разрешениесі бар, сізге берген Нұрсұлтанның сөздері бар, соның бәрін аласыз да банағыдай сот ханымға айтасыз, сот ханым или сот ханымға айтасыз, сот болған жағдайда. Разрешение берді маған сот ханым. Осындай болып жатыр. Бірақ мен сізге айтайын, мен сізді бірінші рет көріп тұрмын, бірінші рет тоқтатып тұрмын. Мына жерге бірінші рет әкімшілік хаттама жасақтап жатырмын. Қазір камерамен берді, камерамен беріп жатқасын анықтап тұр, технадзордың банағыдай ашылмаған документі бар өздерінің қолдарында. Сол бойынша менің документім не? Сіздікін енді айтып тұрмын ғой, сіздің өзіңіздікін алып сотқа апарасыз. Сот сіздің праваңызды лешет етіп тастамайды, қысқартпайды сіздің 6 айға. Сізді бірінші дәлелдеп береді, сосын барып қысқартады. Сот дейтін әділ болады. Мен сізді қазір жүргізуші куәлігіңізді қысқартпайтын болсам, ол мен құзыретіме кірмейді, түсінсіз ба? Мен сізге толтыратын әкімшілік хаттамам тек арнайы мамандырған сотқа жолдаймыз, сотқа қатысамыз, мен де қатысам, сіз де қатысасыз. Ол жерде прокурор, кезекші прокурор да болады, сот ханым да болады. Бана не істейтін болса, Нұрсұлтанды да қосуы мүмкін. Бана сізге кім айтты? Технадзор ма? Технадзор осындай разрешение берген. Анда кімнің қолы? Неге сен осы қазір тада мына 3-4 машинаны жіберіп қойдың? Қалай жіберіп қойдың? Бәрінің хаттамасы бар, ойындамаңыз. Бәрінің хаттамасы бар. Ол бойынша бәріне айтасыз. Ол бойынша осы жерде жүрген бәрі сізге қарап тұр, сіз видео түсіріп жатырсыз. Уже не істейді деп сізге жақындап отырмын міне. Олардың бәрі өзімнің 3 адамды үшін әкімшілік хаттама жасақталды. 3 адам кісі. Енді қараңыз, сізге қатысты қазір әкімшілік хаттама бойынша 744 бап бойынша міндеттеріңізбен құқықтар. Жоқ, сонда жақсы. Сен айтып тұрсың ғой мына 2025-те берген разрешение, значит, силы не имеет, да, документ? 2026 жыл ғой қазір. Бір жыл өткен жоқ қана. Сіз қашан бердіңіз? Августтың 25-терінде где-то. 25-і? Бүгін августтың 14-і. Примерно 11 ай жарым болды. Енді бір жыл болып қалды ғой. Болған жоқ қой, по факту бір жыл, да? Енді сізге несін берді ма? Енді. Ол вообще, енді, ол имеет полный бір жыл, да, силу. Жақсы дейді. Сендердің сөздер. Или он имеет постоянную силу ма? Без... Қалай келген? Кім? Ислам ғой? Ол бойынша мен сізге айтып тұрмын, арнайы мамандырған сотқа барасыз, документіңізді, құжаттарыңызды көрсетесіз, өзіңізге берілген уәдесі бар, кімнің бана берген, соның қойылған қолдары бар, неше түрлі берді ғой сізге, ЕГОВ арқылы. Арнайы банағыда ЕГОВпен құрылғысы арқылы берді ма, или қағаз сатып жіберді ме сізге? ЕГОВпен берген жоқ па сізге? Жоқ, қағазда шығарып аласың деді. ЕГОВтен шықты, официально шығып тұр. Сол бойынша арнайы мамандырған сотқа барып көрсетесіз, или банағыдай ПД форматта жіберуге болады ғой қазір. Сол бойынша жібересіз. Мына 744 бап бойынша міндеттеріңізбен құқтаңыз, толығымен танысып жатыр. Әкімшілік хаттама арнайы қазақ тілінде жасақталады. Хаттамаңызбен келісесіз ба, соны айтыңыз. Келіспеймін. Хорошо. Потому что, по-любому, сіздікі незаконно. Незаконно. Потому что мен бардым бірнеше. Бір шамарит бардым Нұрсұлтанға. Ауыз қарап жатырман, ауыз. Айтшы, екі шықшы, екі шығып жатыр.
екі қайшама екі автокөліктер арыз бойынша. бір шамарет бардым. Тем более сызығы көрініп тұр, ана қара сызығы. Білмеймін не үшін толтырып атқандарын. Вот. Заң жасамайды бізде. Вот. Қазақстанда. Хаттамаңызбен таныстыңыз, қол қойдан бас тартыпсыз, иә, бас тартам. Әкімшілік хаттама сіздің келіспейміз бойынша. Міне, кетті. Қазір сауалнама дейтін бар. Сотқа не себепті бағанағыдай бұрылғаныңыз бойынша, солға бұрылыс жасағыңыз бойынша, сол бойынша түсініктеме жазылса, өз еркіңізбен. Мен жазбаймын ештеңеден, мен уже айттым. Бәріне отказ беремін. Хорошо. Сізге қатысты қазір әкімшілік хаттама жасақталды, 596 баптың 3-ші бөлігімен. Ертең сот болады, сотта айтасыз, хорошо? Қазірше уақытша жүре тұрасыз ғой, енді сізге соққанша дейін. Уақытша жүрмеймін, мен постоянно жүремін. Сізге айтатқаным, ЮГОВта манағыдай шығарып қойыңыз документтерін бәрін. Сұраған жағдайда сразу бере қоятын уақытша үзілмейді. Сразу сот болатын уақытта. Все, жолыңыз болсын.